Бәріңізге сәлем. Бүгін 5 минутта дәруменге бай компот жасаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм шие, 200 грамм шекер, ыстық су және осындай тапер ыдысының кувшині керек болады. Ең бірінші шиені кувшинге саламыз, одан кейін шекерді саламыз. Содан кейін қайнап тұрған ыстық су құямыз. Қасықпен түбін араластырып жібереміз. Араластырып болған соң, активный пары шыққанша 5 минуттай қоя тұрамыз, аузын жаппаймыз. Содан соң барып, аузын жауып, 40 минутқа қоямыз. 40 минут өткеннен соң, бетін ашып, оны тағы да бір рет араластырамыз. Компотымызға ерекше дәм беру үшін 2-3 жапырақ мята салып араластырамыз. Содан соң 5 минутқа аузын жауып қоямыз. Мінеки компотымыз да дайын болды. Осындай жолмен дайындалған компоттың дәрумені көп болады және ағзаға пайдалы болады. Асыңыз дәмді болсын.